енді географияны пәндерін жақсы зерттегендер білетін шығар. Көмір жиегіне жағаға дейін келген, қазір судың бәрі тартылған, ең биік жерде осындай мазар орналасқан екен. Дұғаларымыз қабыл болсын. Алла разы болсын негізінде. Дауытыдаға келдік, ешкімді танымаймыз, бірақ осылай тәбәрік жасауда. Атаның үстіне жауылып тұрған ақ мата теберікіне, мына үйде балдардың несіне бесіктегі не қылып қойсаңыз. Машалла, Алла разы болсын. You only live once. Бірақ өмір сүреміз дейді, сол үшін сапалы өмір сүру керек та. Біз YOLOның ғана ұсынған кофеларын алып ішуге тырысамыз. Дрип кофе. Мынау енді ақыда жағаға по-серьезному. Бірақ осылай қоймас бұрын, open деп тұрады. Аккуратно ғана. Сол кезде бәр жерде бір сапалы кофе ішесің де. 3 рет толтыруға жетеді ғой енді. Бірақ енді слишком крепкий болады. Осылай сіңген күтеміз. Содан кейін бастан тебет. Қуаныш көкемнің кофесін ішіп жатырмыз, сен кофесін бәрі бөлек. Айта алмаймын. Сәйқыр бар ғой, сәйқыр короче. Ішесің, тебеті ғой басқа прям. Дәмін көрмесе болмайды, аппетит приходит во время еды ғой. И біз жүріп баратып, негізі ас қорқу үшін. Енді қарбыздар шағын, бірақ 200 теңгеде. Сен ойлашы 200 теңгеге бір банан аласың ғой. Өзбекстан халқының қонақ жағынан бір риза болатыным. Мен даже қаскелеңде жасай алмайтын дүниелер ғой, базарға келесің, қарбыз аласың. Любой бутикке, киоск келесің, пышақ береді. Осыны қазір коробка аламыз, коробка береді. И өш мүшеге кесеміз да қарбыз, соямыз да жейміз ғой. Бірінші сен кетсе деген ғой, ішін кетіп отса. Ё-мо, но нереально вкусно. Қаншадан екен балықтар? Мынандай көп қуамыз ғой, бұның бәрі незаконно бізде, сол үшін. Қазір мен бір звонок етіп едім, сәл босап тұрмын. 2 тонна алайық па деп едік, незаконно болғаса алынбайтын болды. Болды. Мынандай бір шай форматында болды, ұлтақ. Таза деп жатыр, таза.